Шоу бизнесте егер қалталы қолдаушың болмаса, көтерілу мүмкін бе? Спонсор әрқашанда керек. Ой, у меня такие миллионеры были. Қалай табасың ол спонсорды? Әдемілігім болар, может быть, мәнерім болар, может, тәттілігім болар. Ер азаматты аймалау керек, сыйлау керек. Сіз өзіңіз армандаған жігітке тұрмысқа шықтыңыз. Тоқал алам десе. Бүкіл еркек қыдырады. Қыдырмаған еркек, мен ойлаймын, еркек емес деп. Айттыңыз, өнердегі досыңыз Қайрат Нұртасқа қиналған уақытта көлігімді бердім деп. Кім қателеспейді? Өнер жолында мен де қателесем. Динара Алжан футболшымен жүреді екен. Футболшы да болған. Айтып тұрмын ғой, они у меня вот так деп. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Наргиз Ибрагим және мен Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына жазылып қойыңыз. Баршаңызға сәлем достар. Кездесудің бүгінгі қонағын таныстырып өтейік. Бүгін бізде қонақта әнші, актриса Динара Алжан. Динара Қош ханым, келдің. Қош келдіңіз. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Көп рахмет. Осылай жаңа жоба ашып жатыр екенсіздер. Қазір подкаст деген енді өте мода болып кетті ғой. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Барша көрермендерге қайырлы күн, сәтті подкаст болсын. Жалпы кез келген адамның өмір жолында кедергілер, таңдау, қателесу, жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Әркімнің өзінің шындығы бар. Біреу оны жасырады, біреу оны ашық айтады. Сондай ашық айтатын Динара Алжан студиямызға келіп отыр. Динара енді осы шоу бизнесте жүргеннен кейін өзіңнен сұрайыншы. Динара Алжан өнерге қалай келді? Өнер жолына мен оңай келген жоқпын. Өте қиын. Қазірде қиын. Өнер жолы өте қиын жол. Сондықтан барша біздің өнер жолында жүрген азаматтарымызға сабырлық тілеймін. Өнер жолы деген енді өнер жолында енді айтады ғой, дос бар деп. Мен ойлаймын енді достық бар, бірақ енді 50% достықта жоқ. Сен тек өзінің мықтылығымен өнер жолында ұзақ жүре аласың. Егер сен мықты болмасаң, өнер жолында мен әрқашан өзім ойлайтыным енді. Өнер жолға келген кезде әнші болсын, актер болсын, актриса болсын, әрқашанда келбетіне қарау керек. Кейбір өнер азаматтары болады, енді азаматшалары, мен мына өнерге келдім, даусым бар, керемет, мен деген өте таланттымын деп айтып жатады. Бірақ мен ойлаймын, өнер жолында сен келбетіне бірінші қарау керексің деп ойлаймын. Және де сөйлеу мәнері болады, және де мен енді өзім қанша қателестім, мына 15 жылдан келе жатырмын өнер жолында, қазір 10 жылға жоқ. Енді арасында болады перерыв дегенде. Енді мен ойлаймын, өнер жолына сен келген кезде оны ешкімге ренжімей, мен неге осындай жобаға алмай жатыр, неге мен талантым бар, ол жерге енді спонсорлар керек шығар деп айтып жатады. Әрине керек, бірақ сен келбетіңді ойлаймын әрқашанда қарау керексің, спортпен айналысу керексің, оқу керексің, даму керексің, өзіңді, надо развивать. Ал ешкімге мен қазір тоқтаусыз дамытып отыру керек. Дұрыс айтасыз. Отыру керексің. Динара ханым, жалпы енді шоу-бизнес туралы қоғамда түрлі әңгіме бар, талант бар, таныс жоқ деген сияқты сөздерді естіп жүрміз. Енді бұл нақты бір қыз балаларға қатысты сияқты. Сіз енді сол салада жүргеннен кейін, өзіңіз қыз баласы болғаннан кейін сізден сұрағым келіп отыр. Мынау шоу-бизнесте егер қалталы қолдаушың болмаса, көтерілу мүмкін бе? Қиын ба? Енді қалай айтсам сізге, әрине қаражатсыз, спонсорсыз өнер жолы өте ауыр. Ол да шетелде де солай. Сен өзінің келбетіңді дұрыстау керексің, образдарыңды, стилист, және де әндерің. Ол бір әннің өзін жазу өте қымбат қазіргі таңда. Клип түсіру, және де сен қарапайым бейнебаян түсіре салу, ол ойлайды адамдар, қазір бір ән жаза салам, бейнебаян түсіре салам, мен сонымен хит болып кетемін. Жоқ, ол әрине развивация ету керек, өсу керек, даму керек, және де спонсор әрқашанда керек. Спонсорсыз сен, мен ойлаймын, хит бола алмайсың. Қалай табасың ол спонсорды?
енді спонсор енді қалай табады оны, ол жағын енді мен айта алмаймын, ол енді маған жеке менің неме жазылыңыздар оқуыма, мен сіздерге үйретемін деп па оны айтамын. Жоқ, енді әр адамның өзінің бағы бар, дұрыс па? Сен онымен қазір спонсорды мынан тауып аламын, былай тауып аламын. Сен біріншіден сен келбетің, мен ойлаймын, сен келбетің, сен сөйлеу мәнерің, сен өлеңді жақсы айта аласың ба, және де өзін енді дамытып жүрген азамат болсаң, спонсор таба аласың. Продюсер деп айтып жатсыз ғой. Продюсерді де табу, ол да өнер жолы деп ойлаймын. Өйткені без харизмы өте қиын. Сіз қалай таптыңыз? Мен енді білмеймін, айтады ғой енді поцелованная Богом деп маған негізі көбісі айтады. Алла тағала мені жақсы көретін шығар, өйткені қанша сынақтан өтіп келе жатырмын, бірақ сынбай келе жатырмын. Жоғарыдан төмен түсу өте қиын болды маған, әрине бәрін нөлден бастау, және де өзімнің спонсорларыма енді көп рахмет. Айтады ғой, вот ер азамат былай істеді, мынандай. Мен ойлаймын, ер азаматты аймалау керек, сыйлау керек, сенікі дұрыс, аяқ киіміне дейін кигізіп беру керек, оны сүю керек. Ер азаматты сен қолдасаң, ол ешқайда кетпейді. Ер азаматты қабылдау керек. Ол нәзік, оны енді анасы оны мәпелеп өсіргеннен кейін азаматшалар, қыздар өте мықты болады, қаттылау болады дегендей енді. Ал енді ер азаматты сен аймалап, мәпелеп, осындай сен оны, ол ешқайда кетпейді. Және де қазіргі таңда енді ер азаматтарды көбісі жамандайды, мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Өйткені ол ер азаматтар болмаса, бізде әйел азаматшалар құлпырмаймыз, дұрыс па? Бізде гүл сияқтымыз, дұрыс па? Егер біз ер азаматтарды сыйласақ, мәпелесек, әрқашанда бізде барлығы болады деп ойлаймын. Және де бізді кім мәпелейді? Сен ер азаматты мәпелесең, одан кейін ер азамат сені уже мәпелеуге, менің өзім практикамнан өткен зат болғандықтан, өйткені біздің енді, менің әкем жоқ. Менің әкем 13 жасында кетіп қалды. И менің әкем мені мәпелеп, осылай садиктен школдан мені осы тамағын пісіріп беріп, мені аймалап өсіргендіктен, мен ер азаматты да солай аймалаймын. Өйткені маған әкемнің көрсеткен қанша махаббаты, мен ойлаймын, содан маған көбісі айтады, ой, Динара ханым, сіздің энергетикаңыз керемет, сіз сондай әрқашанда күліп жүресіз. Әрине, егер сен азаматтарды өзің мәпелесен, әрқашанда оларды қадірлесен, қатты сөздер айтпасан, жаным сенікі дұрыс, жақсы, екінші әйел ала сал, хорошо, жаным сол, ол ешқайда кетпейді сенен. Өйткені сенің мәпелегенді ол ұмытпайды, сен тамақ пісіргенді, сен қалай оны жұмысына киіндіріп жіберген. Сондықтан ер азаматтың артында мықты әйел тұрады әрқашанда. Ал екінші әйел ал дегенде алам деп алса? Әрине, көнесін, өйткені сен өмір, мен ойлаймын, бүкіл еркек қыдырады. Қыдырмаған еркек, мен ойлаймын, еркек емес деп. Менің бойымша, басқа может быть, маған айтатын болар енді. Вот, сен солай. Ер азаматтар жүру керек, қыдыру керек, оларға уақыт беріп тұру керек. Өйткені сен бүйтіп оған әрқашанда бір үйдесің, үйлендің, әрқашанда сен қасында отырса, жұмысқа барады, сенімен отырады, развиваться етпейді, достарымен шықпайды, басқа әйелдермен сөйлеспейді. Это надоедает мужчин. Надо отпускать. Жіберу керек. Қызғаныш қайда? Қызғаныш бар, махаббат бар. Қазіргі таңда 21 ғасырда бізден шетелден келіп жатыр ғой барлығы. Махаббат әрине бар, бірақ сен оның барлығына, егер сен ол ер азаматты жақсы көретін болсаң, сен шыдайсың. Ал енді бар азаматшаларды тоже қолдау керек, олар гүл солып қалады дегендей, азаматшалар енді ондайға шыдалмаса, ер азамат енді қатты кетіп қалса, қыдырып кетсе, значит, өзінен ошибка іздеу керексің. Значит, что-то не то пошло. Маған, значит, надо развиваться. Не только готовить дегендей, надо психологически өзіңді әдемі болып оны күту, әрқашанда әдемі болып жүру қасында, дұрыс па? Олардың достарын және де қадірлеу керек деп ойлаймын. Әке шешесін әрқашанда ол ер азамат сене кетпейді. Ал енді өзін шыдалмай, енді мен жоқ, мен осындай, ол екеуміз үйлендік, осылай бірге боламыз, все, он мой. Он все равно будет гулять.
Потому что это мужчины, ол Жақсы. еркек, иә. Олар енді, олар как, қалай айтсам, как животные же, олар іздейді там, сен оған қайта-қайта жазып, жаным, сен қайдасың, мазалап, қан ішіп, ол развиваться етпейді, уже үйге барғысы келмейді, уже телефонды алғысы келмейді. Сондықтан мен ойлаймын, сен аймаласаң, ер азамат ешқайда кетпейді. Ол пойдет, погуляет, әрине қыдырып келеді, бірақ ол сенен кетпейді. Бұл барлық ер азаматтарға қатысты нәрсе ма? Әлде Жоқ, енді болады, ол жерде енді екіге бөлінеді ғой енді, әрине. Әрине екіге бөлінеді енді. Конечно, мен айтпаймын енді, бүкіл ер азамат қыдырады деп. Бар, қыдырмайтын да азаматтар бар. Бірақ оларды да аймалап, мәпелеп, қан ішпеу керек та. Хорошо, жаным, ол сёрна өзінің жылы төсегіне келеді. Жақсы. Енді бұл тақырыпты қазір алдағы уақытта өрбітеміз. Бізде кездесуде тамаша айдарлар бар. Соның біріне кезек береміз, соңғы рет. Сізге бірнеше сұрақ қойылады. Сол сұрақтарға тез жылдам жауап беруіңіз керек. Хорошо, дайынмын. Ал онда бастайық. Динара ханым, соңғы рет Динара Алжан қашан жылады? 5 күн бұрын. Динара Алжан соңғы рет қашан өтірік айтты? Так, 3 күн бұрын. Кімге? Қалай? Мен жақын бір досыма айттым. Біліп тұрып, ол қай жерде екенін біліп тұрып, мен оған. Ол маған айтты сол жерде, мен бірақ біліп тұрып, ол жерде емес екенін біліп. Содан мен оған күлдім де қоя салдым. Динара Алжан қашан қатты ұялды соңғы рет? Қашан мен ұялдым? Ұялдым. Қазір айтамын сізге. Не помню. Яғни ұялатын дүние жасаған жоқсыз? Жоқ. Қашан соңғы рет Динара Алжан өзін шын бақытты сезінді? 8 ай бұрын. Өте бақытты өзім сезіндім. Өте. Қатты қуандым. Наконец-то мен таптым өзіме, әкеме ұқсайтын азаматты деп. Қатты қуанған болатын. Наконец-то ол мен жан дүниемді сезеді деп. Қашан соңғы рет алданып қалды? 3 күн бұрын. 3 күн бұрын мен қатты алдандым, бірақ оны енді күлдім де қоя салдым. Негізі көп па алдайтын адамдар? Енді мен алдандым деп па, өмір бақи алданып келе жатырмын ғой, бірақ енді ойлаймын, ол, наверное, мен алданбасам, ондай практикадан өтпесе, мен мықты болмаймын деп. Қайтадан нөлден көтеріле алмаймын деп. Сондықтан мен ол адамдарға рахмет айтамын. Әрине, мен алдаған үшін сабақ жақсы алдым. Динара Алжан соңғы рет қашан ғашық болды? Мен қазіргі таңда жігіттерім болды. Ой, у меня такие миллионеры были деп па. Бірақ мен вообще жақсы көрмеппін. Мені қазіргі таңда жақсы айттым ғой банаға, мен әкем сияқты осындай азамат қуантырды мені деген. Мен қатты жақсы көріп қалдым 37 жасымда. Өте қатты өмірімде мен ойладым, махаббат деген ол осы екен шығар, мына 18 жасымда күйеуге шыққан кезде осы шығар, мына 21 жасымда осы шығар, неше тағы 21 жасымда осы шығар. Жоқ, 37 жасымда, қазіргі таңда 38-демін ғой, 37 жасымда қатты жақсы көріппін. Қалай екен ол? Енді қандай бір артықшылығы бар алдыңғы махаббаттардан қарағанда? Қай кезде түсіндіңіз сіз, ол сіздің шынайы махаббатыңыз екенін? Өйткені қыз бала өзінің әкесіне ұқсайды. Ер азаматқа ғашық болады дейді ғой. Сені мәпелеп, сені тамағыңды беріп, сені аймалап, сенімен қыдырып, мына прогулкаға шығып, сен тоңып қалған жоқсың ба? Осыны іздеген екен. Динара соңғы рет қашан кімнен қарызға ақша сұрады? Так, 3 күн, 4 күн бұрын мен кредит жаптым. Кредитімді жапқаннан кейін менің өзім бөлем бар. О, бөле жегенше бөле же. Мен бөлем бар, жаным сол. Мен оны аю деймін.
өзі 50 центке ұқсайды да. Жаным сол. Менде болмай қалады енді ондай сәттер. Конечно, даже у миллионеров болмай қалады. Өйткені налогым бар төлейтін, мен өзім налог төлеймін. 4 жыл бұрын ашып қойған ИП-мді барлығы менде таза. Сондықтан менің енді қызым бар, өсіріп келе жатқан ақша никогда жетпейді. Мен сосын ақшаны страшно шашам. Мен бар ғой Каспиімде 100 000 теңге тұрсыншы. Мен сосын айтам қызыма, ой, дочама салып жіберейінші лучше, а то мен білем, он жойып тастайтын, депозитке салып қояды. Мен шашып тастаймын. Иногда болады, мен даже Каспиімде 0, 1 теңге. Сөйтіп бөлемнен сұрадым. Бөлем маған аударып жіберді, жаным сол. И менде зарплата түседі, зарплата түскен кезде оған берем. Енді арасында, конечно, өзімнің жұмыстарым бар, тойларым бар. Сол кезде қайтарып берем. Айлық деп қалдың, қандай? Қай жерде жұмыс істейсің? Ну, ол жағынан айтпақ қояйын, ол деген енді ол как реклама сияқты болып кетеді. Енді я так стабильно өзімнің жұмыс жасайтын нем бар. Ай сайын зарплатымды алып тұрам, налогымды да төлеп тұрам. Сұхбатымызды жалғастырайық. Динара ханым, жалпы мынау жұртты сіздің өнеріңізге қарағанда жеке өміріңіз көбірек қызықтырады. Ол сізді ренжітпей ме? Жоқ, өйткені ол өнер жолы, менің өнер жолым, ән айту, киноға түсу, ол хобби. Ол менің дополнительный деп айтайын, оны ығыстырып қойдым, мен табысым. Өнер жолында енді мен айтып тұрмын ғой, мен өте қатты өнер жолын жақсы көрем, бірақ көп енді менің оқырмандарым бар, мені не үшін сүйетінің, мен, может быть, бір әдемілігім болар, может быть, мәнерім болар, может, тәттілігім болар, может, мен майысқаным болар. Енді ол әртүрлі болады. Қай жерім жақсы көреді? Может быть, мен фигурам шығар. Егер енді қазіргі таңда айтатын болсам, мен қазіргі таңда өте азып кеттім, 25 килограмм тастадым. Бірақ өзіме жеңілді ол. Енді мен бұның фигурасы, енді бұндай фигура ешкімде жоқ, енді мен әлі көрмеппін менде фигураны. Қазіргі таңда мен жасалмаған, барлығы өзімдікі, және де көбісі енді омырауын жасап жатады, емшегін жасап жатады дегенде көтен жасап жатады, мен түсінбеймін. Міне Наргиза, например, тоже молодец, спортқа барып тұрады, мен стористерін қарап тұрам, міне сен де барсың ботақам, тоже спортты өткізбейсің, дұрыс па және? Мен өте сіздер үшін қуанам, өйткені өнер жолы ол деген менің хоббиім. Мен ренжімеймін халыққа. Даже менің өлеңдерім ұнамаса да, енді 100 шақты әнім бар ғой енді қазіргі таңда. Бейнебаян енді көптен бері түсірген жоқпын. Бейнебаянды 21-де түсірдім соңғы рет, и то ол былай. Енді алдағы уақытта көре жатармыз, егер мен бір керемет бір спонсор, продюсер мені байқап қалса, мінекей мен дайынмын, әрқашанда дайынмын, әндерім де дайын, бейнебаянды да өзім осылай түсірейік, может быть, хит болып кетермін деп енді көбісі айтып жатады ғой. Жоқ, халыққа ұнайтын әуен шығарам ба деп сондай мақсатта, иә? Сол. Енді Динара, адам ішіндегісін жария қылып, біреуге ұнайтын, ұнамайтын дүниелерін айтқан уақытта екі түрлі реакция болады. Иә. Бірі бәлесінен аулақ деп қашып кетуі мүмкін, екіншісі керісінше қолдау мүмкін. Иә. Осылардың көбі. Қайсысы жаныңнан табылды сенің? 50% әрине менен теріс айналып кетті, 50% мені қолдады. Шоу-бизнесте достарыңыз бар ма? Шынайы кәдімгі сенетін, сырыңызды айта алатын? Бар, әрине бар. Менің жақсы достарым болған енді интервьюда, енді бірінші интервью мен айқай болып кеткен кезде, ол кезде ой айта алмаймын мен, бәрі мен досым болып, содан кейін әрине жайлап кете бастайды екен. Қазіргі таңда енді біз өмірге жалғыз келдік па, жалғыз кетеміз, сондықтан мен ешкімге өкпелемеймін. Өнер жолында Ақылбек Шеменей ағам маған өте қанша кеңес айтады, осылай жаса, әндерін даусыңды былай дұрыста. Кім бар? Әбунәсір Серіков те маған айтады, Динарка, сен енді бойша актерлықты дамыт деп. Және де кім бар тағы? Қазір қатты араласатын өнер жолында қатты прям өліп баратып, былай күнде сөйлесіп жатқан өнер жолында ешкім жоқ келмейді. Бір сұхбатыңызда айттыңыз, өнердегі досыңыз Қайрат Нұртасқа қиналған уақытта көлігімді бердім деп. Оны кейінірек анасы жоққа шығарды.
оны комментировать етпей ақ қояйықшы, ол кеткен зат кетті, болған зат болды. Қайрат Нұртас өте молодец, талантты жігіт, оған сәттілік тілеймін. Араласасыз ба қазір? Жоқ, былай көргенде енді сәлемдеріңізді түзу, иә, бәрі жақсы болсын. Өйткені кім қателеспейді? Өнер жолында мен де қателесемін, мен де қарыз аламын, осы әнімді жазайыншы, осыны істейінші, осыдан может болып қалар деп. Енді сен өскен сайын түсінеді екенсің, өнер жолы оңай емес. Вот, сондықтан мен оны комментировать етпей қояйын, бәрі жақсы, бәрі керемет. Енді Динара бізде кездесуде тағы бір Айдар хейтерден хат. Ол Айдарда сізге жазылған хейтті біз оқып береміз. Сіздің жауабыңыз қандай болатынын сол хейтті оққаннан кейін білеміз. Давайте. Дайынсыз ба? Дайын. Қорқпайтын болып қой. Бақырайып отыра береміз. Аңса жаным әніне кавер жазған едіңіз. Иә. YouTube-қа жүктедіңіз, сол жүктелген видеоның астына былай деп жазыпты. Нәке деген кісі. Өз әніңді шығарсаңшы, жұрттың дайын тұрған әніне кавер жасамай дейді. Иә, ол да дұрыс айтады. Мен ол 10 шақты кавер жаздым. Бізде қазір кавер шоу деген бағдарлама бар ғой енді, осы қатты дамып кеткен. Ол жаққа енді өстіп кавер жаз деген кезде 10 кавер жазған болатынмын. Соның ішінде жазылып кеткен әндерім ғой. Так, әрине әрбір әнші өзінің жеке әнін аңсайды, жазады. Хейт деп жатырмыз ғой, атышулы сұхбаттан кейін көп хейт жазылды саған. Сұхбаттан кейін өмірің қалай өзгерді? Сұхбаттан кейін вообще керемет болып кеттім. Өте дамый бастадым, кішкене өсе бастадым. Может, мына жерде қате айтып қойдым ба? Былай сөйлеу керек, журналистердің алдында былай сөйлеу керек. Вообще сұхбат бермей қойдым. 21-де бердім, қазір неше жыл өтті, 4 жыл өтті ма? Сөйлеп үйрендім, өзімді қинап, өзім қиналып, былай хейтерлер жазған сайын, комментарий жазған сайын өзімді іштей өлтіріп, бірақ спортқа барып, дамый бастап, мен осылай істемеймін, енді осылай жүрмеймін, енді никогда өйтіп айтпаймын, никогда көрсетпеймін. Қазіргі таңда енді жігітім жоқ, бірақ қазіргі таңда жігітім болса, ол туралы мен вообще айтпайтын едім. Например, мынандай кісі, мынандай кісі, мынандай кісі. Мен соны үйрендім. Құпия сақтауды үйрендім. Және де мақтанбауды үйрендім. Сұхбаттан соң белгісіз біреулер сізді аңдыған екен. Сол туралы әлеуметтік желіде салдыңыз. Соң немен аяқталды? Олар кімдер болып шықты? Ол жағы енді біз Алла тағала бізді кешірсе, біз кімбіз ол кешірмейтін, дұрыс па? Кешірімді болу керек. Бұл өмірде мен ойлаймын кешірімді болу керек. Егер сен кешірімді болсаң, сен оны сақтамасаң, кешірсең, бәрі жақсы болады. Мен кешірдім, может быть, менде бұл жерде менің кінәм бар, өйткені мен былай әлемге жария қылдым ғой енді. Қайдан білейін енді? Енді әрине өз өмірім үшін уайымдадың ғой. Одан кейін енді болды, ондай, бірақ мен кешірдім, даже дос болып кеттік, бәрі жақсы, керемет. Ол болу керек, оны айта алмаймын енді. Значит, ол болу керек болды. Прям керемет мен қазіргі таңдағы сол сұхбаттан кейін өмірім жақсы. Бүгінгі сұхбаттан кейін де біздің өміріміз жақсарады деп ойлаймын. Ол үшін кездесу YouTube арнасына жазылып қойыңыздар. Сосын колокольчик бар. Сұхбатты дер кезінде көру үшін соны басып қойсаңыздар болғаны. Жазылыңыздар YouTube арнаға. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Динара, бізде TikTok тренд деген Айдар бар. Ол Айдарда норм стрёмді ойнаймыз. Яғни сізге бірнеше сұрақ қойылады. Сол сұраққа жауап беруіңіз керек. Норм стрём деп. Хорошо. Түсінікті ғой, Онда бастайық. Алғашқы сұрақ: трендте болу үшін хайп жасау. Норм ба, әлде стрём ба? Қазіргі таңда мен ойлаймын, хайп жасау дейсіз ба? Блин, стрём деп ойлаймын. Иә. Өйткені әрбір неден қиыншылықтан өтіп, может быть, там адам өліп жатады, оны видеоға түсіріп алады дегендей да, енді мен ойлаймын, ол хайп, страшный хайп. Стрём. Өзіңнен жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Норм. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Таяқ жеп қалдым бір рет содан. Қашан? Болған. Стрём. Вообще қыздар қарамаңыздар телефон. Динара, сен көп нәрсе айтпай отырсың бізге. Қазір алдағы уақытта тағы да бір сұрақтарымыз бар. Басқа бір әншімен концертке бірдей көйлек киіп келу.
Блин, это конечно болады ол деп. Норм, әрине. Білмейсің ғой сен, келіп қаласың, но зато это прям топ деп ойлаймын. Жігітке сезіміңді бірінші болып білдіру. Норм. Болды ма автордың ондай жағдай? Норм. Өзіңіз бар. Иә, сен жақсы әрине. көремін деп. Конечно, одан мен ойлаймын. Почему нет? кімге білдірдің? Айта алмаймын. Автордың рұқсатынсыз әнін айту. Нет, это стрём. Сен рұқсат сұра, ол еңбегі ғой, ол сен рұқсат сұрап алу керексің. Мен әр кавер жазған 10 каверімнен бәрінен рұқсат сұрап шықтым. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса. Норм. Ата енемен тұру. Норм, конечно. Абсолютно норм. Өйткені сен ата енеңді енді ол саған сен күйеуің солардан шығып отырған азамат қой енді. Сен оны мен де, иә, енемнің де, атамның да киімдерін жуып, утектеп, по полочкам таңғы 5-те тұрып, шайларын беріп, обедтерін беріп, кешке ужиндарын беріп. Даже, может быть, они видят, ну, пусть напишут комментарий. Мен никогда үлкен кісілерді ренжітпегем. И ата енемен тұру норм. Қазір араласасың ба? Әрине, араласам. Әлі де папа, мама деп жазып тұр, мен де әлі де сөйлесеміз. Бірақ мен енді интервьюмнан кейін кішкене олар ренжу болды, неге өйтіп айтпақ қою керек еді деп. Бұрынғы жолдасың да ренжіді? Жоқ, ол мені наоборот қолдады, мен аяды, былай, оған да рахмет. Динара ханым, бірінші некеңіз туралы сұрағым келіп отыр. Сәтсіз аяқталды, иә? Одан бері біраз уақыт өтті. Қанша жылдай өтті? 16-тан бастасақ, 16-шы жылы 17-те тоқтады ғой. Одан кейін 18, 19 вообще неке құрған жоқпын. Жүрген жоқпын, былай енді. Біраз уақыт болды ғой, неге екінші рет енді тұрмысқа шығу, сондай бір ой болған жоқ па? Тұрмысқа шыққыңыз келмей ме, әлде мүмкін ойыңыздағы адамды кездестірген жоқсыз әлі күнге дейін? Иә, жоқ, әрине, әр әйел армандайды күйеуге шығып. Бана айтып отырмын ғой, мен енді жылап алдым 3 күн 4 күн бұрын. Әрине, мен қасымда ер азаматпен ұйқыда тұрғым келеді, оны құшақтап сүйіп, аймалап, тамағын беріп, завтрак беріп дегенде, киіндіріп, оны жұмысқа жіберіп, әрине мен армандаймын. Бірақ қазіргі таңда білмеймін, енді пока болмай жатыр енді олай. Может болып қалар енді мына сұхбаттан кейін. Яғни Динара Алжанның қазір жігіті жоқ? Жоқ, басым бос. Құлақтарыңызға алтын сырға. Кезінде мен бір естігем, Динара Алжан футболшымен жүреді екен деп. Ой, футболшы да болған. Айтып тұрмын ғой, они у меня вот так деп. Атын айтшы, кім? Айта алмаймын. Өте танымал футболист, бірақ айтпақ қояйын. Жақсы кісі, өте керемет. Мынандай профессионал. Қазақ? Әрине. Мен де басқа нация болмаған, қазақ. Отбасы бар? Жоқ, отбасы болмаған. Онда неге айта алмаймыз атын? Мен вообще енді айтпақ қояйыншы, өйткені может быть қазіргі таңда жүрген қызы болар. Мен оны не хочу. Ол болған зат болды, өткен зат өтті. Динара ханым, елестетіп көрейікші. Сіз өзіңіз армандаған жігітке тұрмысқа шықтыңыз. Біраз жыл бойы тату тәтті, махаббатта өмір сүріп жүрсіздер. Бір күні жігітіңіз, күйеуіңіз келеді да, ол кезде жігіт емес қой, тоқал алам десе. Иә, мен бана айттым. Иә, әрине, мен бана енді басқа әйелдерге мен ешқандай нем жоқ, қарсылығым, ой, былай, сендер былай, әрине мен берем. Өйткені қазіргі таңда сондай не болып кетті ғой, бір хит болып кетті ғой. Ер азаматтар иногда бір әйелден шаршайды деп ойлаймын. Қайдағы жоқ бір қызбен жүргенше, қайдағы жоқ бір, білмеймін, кафеде таныса ма, әртүрлі қыздармен жүргенше, лучше оның екінші әйелі болсын деп ойлаймын. Бәрібір қыздармен кафеде танысашы, екінші әйелі болып тұрса да. Жоқ, егер ол уже официально неке құрып, еркек мысалы сондай, ол бірінші әйел алып, екінші әйел алып, онымен тоқтамайды, ол жақсы көреді бүкіл әйелдерді мысалы. Бәрімен танысқысы келеді. Енді сіз ойлайсыз да, екінші әйел алып берсем болды, ол басқа ешкімге бармайды деп. Ол бәрібір жүре береді, мысалы адамның табиғаты сондай ғой. Ондай кезде не істейсіз? Ондай кезде енді көре жатармыз. Мәпелеп, әрине, мәпелеп, но ты должна сама развиваться. Сен жұмыс жасау керексің ол үшін. Сен үйде отырып тек тамақ пісіру емес, сен балдарды развивать ет, сен өзіңді развивать, сен әдемі бол әрқашанда, сен спортпен айналыс, иди на танцы, иди плавай, сделай себе там что-то там красивое, купи себе красивое платье. Может быть, ты научишься там
сексологтан как заниматься любовью дегендей ғой енді. Еркек сенен онда кетпейді. Әйел азаматша өзін развивать етсе, өзіне қараса, ер азамат үшінші, төртінші, бесінші әйел алмайды деп ойлаймын. Ну, екінші, ладно, и то простительно деп ойлаймын. Yeah. Динара, соңғы сұрақтарымыздың бірі, Yeah. өміріңіздегі ең үлкен қателік пен ең үлкен жеңіс деп нені айтар едіңіз? Мен бір үлкен азаматты қадірлемедім. Сол мен үлкен қатем болды. Ол азамат мені қатты жақсы көрді. Және де ең қателігім менің сол болды. Және де менің өте одан өткенім так. Ол қиыншылықтан өттім. Енді мен бірінші бана сіздің сұрағыңыз айтып отырсыз ғой, мен просто ол ер азаматты ренжіткенім, оны алдағаным, сол менің қателігім болды. Ал енді жетістікке жеткенім ғой, қазіргі таңда. Жоғарыдан төмен түсіп, бір тиынсыз өзім көтерілгенім деп ойлаймын, және де жалғыз өзім бір қызды асырап отырмын. Динара ханым, бізде мынадай айдар бар, ашық микрофон деп аталады. Сұхбат соңында бізге студияға келген қонақ, жалпы елестетейікші, сізге қазір микрофон бердік. Сол микрофон арқылы сіз өзіңіз елестетіңіз. Бір ішіңізде айта алмай жүрген бір адамға, мысалы, ол түсінікті. Танысыңыз болуы мүмкін біреуден кешірім сұрап үлгермеген шығарсыз осы уақытқа дейін. Сол адамға сіз қазір айтып жатырсыз деп елестетейік. Микрофон берілді. Енді бұл жерде мен анама рахмет айтқым келеді. Өйткені мен анашым осылай мені батыр қылып өсірген, барлық қиыншылықты көрген. Анама рахмет айтқым келеді. Осылай мен қиыншылықтан өтіп, әлі өмір сүріп келе жатқаныма анама алғысым шексіз. Мама, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Динара ханым, сізге көп рахмет, осылай ашылып сұхбат бергеніңізге. Сізді жаңа бір қырыңыздан таныдық десек болады, біздің кездесудің көрермендері де енді пікірге жаза кетіңіздер, қандай ой түйдіңіздер, сұрақтарыңыз болса да жауап беруге әрқашан дайын. Динара ханым, рахмет. Кездесуде бүгін қонақта болған әнші актриса Динара Алжан, ал көрермен, сіз кездесу YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Кездесуде кездескенше. Сач, мы это сделали.